Алло, естайын? Алло. Естайын? Ау. Саламатсыз. Сізге Алматыдан Айгүл Қоқаева хабарласып тұр. Біз алдың күні Шымкентке келіп едік, Мұхтар Тайжан барлығымыз. Аха. Сізге жолғамай кеттік. Мен қазір біздің әңгімемізді диктофонға жазып отырмын. Рұқсат етесің ғой айтқан сөздеріңді YouTube-ға ілуге? Білмеймін, өздеріңіз. Осы айтқан сөздеріңді елді кішкене нақты естісін да, өзің аузынан қалай болды, не болды? Мына жағдай сағат қаншада болды? Сағат где-то бірлерге таман болды. 12:30 бірлерге. Түнгі ме? Иә, түнде. Түнде сонда ауылда сендер жүре бересіңдер ме түнде? Жоқ. Жаңағы кезден қызының тілашары болды. Исламның қызының тілашары болды. Соған барамыз. Сонда сендер қанша адам едіңдер? Сонда тілашадан шыққан. Біз ол үйден сол 2 жездем, 2 ағам, сол 5-еуміз шықтық. Ал қашан кездестірдіңдер ана Арсенмен Бахаға қашан кездестіңдер? Сол сағат 12-лерге таман кездестік қой, 12-ден кетеді, 15-20 кетеді. Басқанда сол кезде кездестім. Жайша ма жоқ әлде келісіп келдіңдер? Жоқ, ауылдың шетінде болды да, бізге ауылға қайту керек болды. Мен бір таныс балалар болса, машина көрейік деп, ауылға қайтатын. Бағартай шыққан машина іздеп. Өзімді ауылға. Онда Кенеден солар кездесіп болды. Кім кездесіп сонда? Мен ғана шықтым. Машина іздеп? Иә. Жездем айттым, жездем екеумізге қайту керек болды. Содан марқұм Мадияр екен. Сонымен? Машина іздеп. Көп шыққан жоқпын, бар поворотқа қарсы едім. Солар отыр екен. Арсен отырды. Арсенмен амандастым. Соң жаңа амандастым, ақты болмайтын. Қалдарың қалай, нормально амандасып тұрдым. Бір кезде Арсен машинасымен бір 2 бала түсті. Соларға амандасып едім. Олар маған амандасқан жоқ. Мен түнде амандаспайсың ма дедім. Түнде дейді 2 бала. Сен танисың ба 2 баланы? Жоқ, танымайын. Өзбектер ма деп едім. Арсен не өзбектер деді. Амандаспай ма дедім. Саған не үшін амандасу керек, шала бар. Мен боқта жүрді. Мен түнде қойсыш, бір адам боқтамасы іштен. Сөйтедім. Зайбал, сипал, сатсуда жетті барысына не келді. Мен түнде тұра тұршы, не болды саған бауырым дедім. Не кетшіп кезу анау мұнау дейді. Тұрында мен бопты көреміз дедім. Тұрда неге көрсетесің маған? Любойын шақыр. Ағаларың, бір адамдарың. Бәрін шақыр. Атыптайын бәрін. Ауылдан любойын шақыр. Атыптайын. Мен тұмда айттым, атамайсың деп. Атыптайын дейді. Міне қолым атыптайын дейді. Қолым ұстанып кеп қалды. Соң келімді сол жерден қайтасын сол. Кезден үйіне келдім, екінші жерден Асқардың үйіне. Келімде Мадиярға осындай жағдай болды деп айттым. Сөйтіп Мадияр тұрды, қазір сөйлесеміз онда. Олармен депті. Телефон номерін тауып алайын деп. Біреулерге телефон номерін сұрап отыр еді. Арсен өзі звондап қалды. Мадиярға. Қайдасың Мадияр, осы. Сөйтіп Мадияр осындай көшеден осындай жерге келді. Арсен давай. Арсен келдесің оңа. Деген шықтық. Ассалаумағалейкум. Амандасып.
не болып қалды деп мадияр сұрап еді. Ауылдың шетіне шығып сөйлесейік, мына жақта қазір көршілер шумнан көтереді. Ауылдың шетіне шығып өзіміз сөйлесейік деді. Жарайды дедік. Сол кезде Мадиярдың дос балалары келіп қалған. Дос балалар дегенде ауылдың балалары. Елдар мен Ерлан деген. Сол Елдар машинасына отырдық та. Екі ағам, Асқар, жетеуміз отырып, барып машинадан түстік. Машинадан түскен кезде Мадияр Арсенмен сөйлесті. Екеуі сөйлесіп екен шетте. Мен барған кезде жанынан Ваха келді. Менен тұрды. Ағаң үшін тұрасың ба? Сондай еді. Мен тұрдым да иә дедім. Мадиярдан сұрады. Сен братчикаң үшін тұрасың ба? Анау Мадияр иә деді. Сөйтеді. Әрсен артына қарады да Ваха шешенше бір нәрсе деді. Артта автомат алып шықты. Аспанға бір рет атты. Сонда Ваханың қандай қатысы бар? Сен Арсенмен сөйлестің ғой. Ау? Сен Арсенмен сөйлестің ғой бағана кездескенде. Сөйлескенде Арсенмен. Ваханың қандай қатысы бар оған? Түсінбедім. Ваха қайдан пайда болды? Ваха сол, олар өздері келді ғой. Біз сөйлесіп, мен кетіп қалғаннан кейін, олар біздің артымыздан өздері келді ғой. Мен кетіп қалғаннан кейін, мен артымдан жаңағы үйге Мадиярға звондап өздері келді ғой. Сосын? Аспанға бір рет атты. Дар кетті. Атып Мадияр тұрды да, ичо деді оған. Ичо деді, бұрылды да екеумізге артады. Мадияр екеуміз құладық. Мадияр үшін тапсақ құлады. Мен Асқарды тұрады шалқасынан құлады. Сөйтіп, деді деп алдына жатыр едім. Ваха қайтасынан келеді. Убью до конца. Нәрсе жарты сөзін білмеймін. Аллаху акбар, убью до конца бір нәрсе деп келе жатыр екен. Сол мен тұрмын да ең кеткенде қашам. Қашым да түсіп кеттім. Жоға түсіп қашып баратқанда мен үшінші мылтық тағы да біледі атылды. Мен артымнан атылғаны, Мадиярға контрольный атылғанын білмеймін. Атылды. Мен арықтан шығып, Мадиярдың жанына бардым прямой. Мадиярдың жанына барсам, Мадияр өз әрең демалып отыр. Сол машина жігіттерін қарасам, соткаларын жинап алғанда. Ана қасындағы жігіттер не істеді сонда? Ау? Қасында жігіттер 7 адам едіңдер ғой, не істеді олар? Түк істемей тұр қалған. Сосын? Олардың соткаларын жинап алыпты да, оны бірақ көрген жоқ. Соткаларын жинап алыпты да, машинаның кілтін лақтырып кетті. Елдардың машинасының кілтін лақтырып кетті. Өзі кет қатты. Мадиярдың жанына барсам демалып отыр. Машинаның кілті кетіп машинаны салайық деп. Машинаны салып, машинаның кілтін іздеп, тауып сол жақтан. Больницаға келдік. Больницаға келсек, больница жабық тұр. Табалдырыққа жетпей, Мадияр келге жатқан. Мен өзім барымда больницаны тоқылдаттым. Бірақ менен қан кетіп отыр. Футболкамен ұстап тұрды. Тоқылдаттым. Больницада алып тұрады. Тәте тағымын ұстатты. Мадияр тұрып кетті деді. Сол жерде Асқар екеуміз жылап отқан кезде мен айттым. Тәте тұрып сәнді оқы деген ба? Иә де. Кір ішке деді. Ішке орнынан тұрқап едім, басым айналып ішке. Ішке кіргізді, система салды. Соның скорымен Қапшайым больницасына кетті. Қапшайым больницасына кетті. Рентгенге түсірді, өйтті, оғы жоқ деді. Оғы жоқ дегеннен кейін жаттым палатада бір күн. 2 күні солай жаттым. Потом бір жарым жаттым, былай айтқанда. Потом мамам шығарып алып кетті.
Ахана ештеңе жоқ, қорқамын мен. Мгм. Мынаның ағасы жатсын деймін, ағасын жатқызды. Мамам алып кетті. Сосын жаңа бір главный врачтар өздері келді ауылға, үйге. Аха. Өздері келді, тексеріп тамырын ұстап айтты. Осылай бала не істеп жатыр дейді. Рентгенге дұрыс түсіріңдер деп, бір нәрсе бар деп. Келдім қайтадан рентгенге түсіріп, система оқ бар екен. Сол күні сағат 11:45-ке таман ба, сол кезде мен операцияға алып кеттім. Ножевой жасады операцияны. Бірақ оқты аламады. Қабырғаны сынып кетті. Оқ қабырғаны сындырып, қабырғаның астына өтіп кетті. Оқты аламады. Операция 1,5 сағат өтті. Шықтым жатырмын. Сол жатқаннан әлі жатыр. Мына Ерсайын, сен біз 26 күні Шымкентке бардық. Сол кезде саған жолығамадық. Сен больницадан РОВД-ға әкең алып кетіпті. Сонда сол күнге дейін сенен заявление алмаған ба? Ештеңке алмаған ба дейсің? Заявление, РОВД, милиция сенен заявление, анықтама алды ма? Сол күнге дейін. Алды. Жоқ, әкең сені заявление жазуға алып кетті деді ғой сол күні. РОВД-ға алып кетті сол күні. Ал оның алдында сен заявление жазбағансың да? Жоқ, жазбағым, сол күні жаздым. 7 күннен кейін. Оған дейін маған ешкім келген жоқ. Арсеннің, Мадиярдың және Ваханың арасында бірдеңке бір болды ма түсінбеушілік Ваханың? 1-2 жыл бұрын екеуі бір төбелесіп қалған ба, сондай болды. Ваха мен Мадияр ма, жоқ әлде Арсен мен Мадияр ма? Арсен мен Мадияр. Ваханың қандай қатысы бар оған? Ау? Ваханың қандай атқан Ваха ма, жоқ Арсен ба? Ваха. Ваханың қандай қатысы бар? Неге Вахамен төбелесті ма Арсен, Мадияр? Жоқ. Ол Ваха деген Арсен жан жолдасы ғой, или бауыр ма, сондай. Сонда Арсен мен Мадияр екеуі бірін-біріне жауым еді? Жоқ, ондай болмайтын. Көшеде қоғамдарды нормально жүрген. Қандай арасында қарым-қатынас қандай еді? Нормально болатын. Ондай бет жақсы сөйлеспейтін енді былай. Былай әйтеуір көрген кезде дұрыс амандасып дұрыс неткен. Арасында бір кек бар ма еді бұрыннан қалған? Бұрыннан қалған ондай жоқ сияқты болды. Білмеймін ол екеуінің арасын. Сонда сен Ваха Арсенге кейін қосылды ғой, иә? Кім? Ваха Арсендің қасына кейін қосылды ғой, иә? Иә. Сонда 4 адам келіп пе еді ғой сен осы алдындағы сөзінде? 4 адам кімдер сонда? Жоқ, Арсен, Ваха, Есім, бір үй құрып ала ма, бір нәрсе дұрыс танымайды екен. Есім деген ол кім? Есім деген ауылдың баласы. Арсеннің досы ма? Иә. Қазақ бала ма? Иә, қазақ бала. Ал сенімен амандаспай кеткен кімдер сонда? Менен амандаспай кеткен Арсен рабочий бар ма, білмеймін бір. Сондай бір нәрсе. Арсен сонда жұмысқа алып келген адамдар шығар. Ау. Қалай Арсеннің рабочий болады? Өзбектер ма? Сонда рабочий ма сонда? Иә, өзбектер ма, сол полясына шыққан адамдар ма, сондай бар ғой. Ерсайын, бағана сөзімді тағы да саған қайталайын. Өйткені мына телефонмен сөйлескен кезде біздің сөзіміз жазылып жатыр ғой. Сол сөз нақты болсын деп қайтадан тағы да қайталап берші деп сұраған едім. Мына ютубқа шыққаннан кейін өзіңде естисің ғой, мен саған сілтемесін беремін. Жоқ, шығара берім. Иә, шығаруға рұқсат етесің, иә? Сонда мына жігіттерге айтқың, білекпен күресетін жұмыс емес бұл. Бұны тек қана заң жолымен анықтау керек, шешу керек. Балалар күреске кіріспесін.
бұл одан ешқандай нәтиже келген адамдарға айтып жатырмын ғой тәте. иә, нәтиже болмайды. Өстіп айтып жатыр. Біз заң жолмен тек қана соны анықтауымыз керек те, және заң жолмен күресуіміз керек. Сендер ашуларыңды бізге беріңдер, сабырлық сақтаңдар деп айттым ба жастарға? Аха. Жақсы. Келген достарым бәріне айтатын. Аман болыңдар жаным. Осыны енді осы соңғы вариантты ютубқа шығарамын. Бағана сол айтқан сөзіңді қайталап берсең деп тағы бір рет звондағаным сол еді. Жақсы, аман бол, мамаңа сәлем айт жаным. Папаңа сәлем айт. Аман болыңдар, жақсы, рахмет.